Hey, бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге мен Монти каналы. Бүгінгі видеода біз TikTok'та видеоны екінші бөлім қайталайтын боламыз. Және алдыңғы видеода сіздер 50 лайк жинап тастапсыздар. Дәл осылай. Осы видеода лайктармен и 150 подписчикке тезірек жеткізіп тастайық достар. И бірінші видеоны біз қазір монтаждан бастаймыз. Ендеше кеттік достар. Қазіргі көрсететін TikTok'та видеоның түрін қайталайтын боламыз. Ол үшін бізге наковальный керек и бирка. Биркамен істелінеді бұл видео. Ол үшін бізге бирка керек. Бирканы біреуін қоямыз. Мынақа атты қазір көрсететін болам. Джеб деп жазамыз. Джеб и нижний пробел жазатын боламыз. И мынаны аламыз да қазір достар мынаны қараңыздар. Қойды қоямыз и мынаған түсіп береміз. Көрдіңіздер ме достар? Мына кәдімгі шын екен. И цвет ауысып тұрады. Значит, бұл дұрыс деп шын екен. Екіншісі бұған да бирка керек. Ол үшін мынақа біз грум деп жазатын боламыз. Үлкен әріппен, бірінші әріппен үлкен әріппен қойып газ 2М и мынаны аламыз. Достар, қазірге бізге шошқа керек. Онсыз тағы басқа да түрлерін алсаңыздар болады. И мына груммен бассаңыз теріс қарайды. Мына кәдімгі шын екен. Мынағындай көрейікші. Ауысқанша білмеймін бірақ. Мынаны көрейік. Мына қойды алсақ, бірақ цветін жоғалтпын уже. И мына зомбиға да көрейікші. Осындай. Қойайық. Мына цветті ауысады. Мына достар, осындай болып шықты. Енді келесін жалғастыратын боламыз қазір. Ал енді достар, мен TikTok'тан қалай бильярд соғу керектігін көрген болатын. Ол үшін бізге ковер керек. Ковер, воронка и табличка. Сосын кәдімгі дубовый плита керек. Ол үшін бізге бірінші воронканы қоямыз. Арасына бір блок қалдырамыз и мына жағына 3 блок қалдырамыз. 1, 2, 3, одан кейін қоямыз. Кейін қайтадан қоямыз воронканы. И ортасына кәдімгі ағаштарды қоямыз. Бұл блоктарды. Қазір мына жағына қой жіберейік. И мына екі жағына табличка қоямыз. Мына осындай қойдым ғой. И бізге соңғысы ковер керек. Беттерін жауып шығамыз осылай. Мында жабамыз. И қазір соңғысы алды. Мына достар, қазір көрейік. Достар, меніңше ұқсаған сияқты. Мына кәдімгі ағаштары бильярдқа арналған. И мынақты шариктері түсетін. Мына осындай әдемі болды. И енді келесі видеоға өтейік. Мына қазір достар, енді тағы жалғастырамыз. Сол үшін бізге қазір екі ағаш қояйық. И үстіне настойка для брани қоямыз. И бұған сәл кендір қоя салайық. И бастарын қоямыз. Біреуі стив болады, біреуі визер скелет. Скелеттің басын қойдық. Енді бізге бұған қазір редстоун қойып көрейік. Қазір бізге тағы да мынандай керек болады. Бұған қазір ала салайын. Қазір алдық. Бұған енді осы екі жағына қоятын боламыз. И бізге компараторы керек. Біреуін былай, екіншісін былай. И редстоунмен жалғаймыз. Жалғадық. Енді бізге қылыш керек. Екеуіне де. Достар, қазір бұған қылыш қоймай жатыр. Достар, және де бұдан сәл басынан видеоны көрсем, бұда тек телефонный версияда ғана істелінеді екен. Өйткені мыяқта компьютерный версияда қылыш қойылмайды. Сол үшін мынау компьютерде істемейді. Және видеоны лайк басыңыздар. Сіздермен болған мен Монти. Қош сау болыңыздар.